Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен дәмі де түрі де ерекше дәмді салат дайындайтын боламыз. Ол үшін ең алдымен бір баяуымызды осылай сауын қағып турап аламыз. Бөлек ыдысқа ұн және жарты шай қасық куркума қосамыз. Жақсылап араластырып, баяуымызды салып, жақсылап араластырып, осылай аунатып аламыз. Аунатып алған баяуыны қызып тұрған майда қызарғанша қуырып аламыз. Қуырған соң жақсылап майынан сорғытып алып аламыз. Қалғандарын да дәл солай қуырамыз. Қуырғанды қаламасаңыздар, духовкада пісірсеңіздер болады. Бәрін жақсылап осылай қызарғанша қуырып алдық. Енді гүлді қырыққабатымызды кішірек бөліктерге бөліп аламыз. Және де орташа бір броккольді осылай кесіп қырыққабатымыз сияқты бөліктерге бөліп аламыз. Ыдысымызға су құйып, бір шай қасық тұз салып жақсылап араластырып, қайнауға жеткенде гүлді қырыққабатымызды салып, 2 минут ұстаймыз. Ұзақ қайнатудың қажеті жоқ, себебі езіліп кетуі мүмкін. Қайнаған кезде бірден суық суға салып аламыз. Сол кезде қайнауы да пісуі де тоқтайды. Сол суымызға броккольді салып, оны да 2 минуттай қайнатып аламыз. Оны да суық суға бірден түсіреміз. Сол кезде пісуі тоқтайды бірден. Және де түсі де әдемі сақталады. Ендігі кезекте 3-4 редискамызды осылай қағып турап аламыз. Ендігі кезекте бізге осындай лаваш және кальцо қажет болады. Лавашымызды осылай төңкеріп, қызып тұрған духовкада 180 градуста 5-10 минут ұстайтын боламыз. Конвекциясын қосып ұстайтын боламыз. Піскен броккольдің үстіне гүлді қырыққабатымызды саламыз. Және де үстінен соусымызды құямыз. Соустың құрамын астына описанияға міндетті түрде қалдырып кетемін. Қуырылған баяуыны редискамызды қосамыз. Және бір қиярымызды осылай турап қосатын боламыз. Кеңірек ыдысқа ауыстырдым, себебі жаңағы ыдысты ауыстыру қиындау болды. Духовкада піскен ұсақталған тауықтан қостым, және осындай брынзаны бөліктерге бөліп, және 3 бұрыш қылып кесіп аламыз. Табамызды қыздырып, майсыз, еш нәрсесіз бірден брынзамызды салып, қуырып аламыз. Лаваштан жасалған корзинамызға салып, брынзамен үстін әдемілейтін боламыз. Дайындап көруге кеңес беремін. Мерекелік дастарханға ерекше әдемі сән беретін салат. Менің арнама тіркелмеген болсаңыз, міндетті түрде тіркеліп алыңыздар. Арнамда басқа да әдемі салаттардың рецептері бар.